Амангелді Имановты да Міржақып Дулатовпен екеуінің арасына түсініспеушілік салып, көпшілікке. Осындай әрекеттер болды ғой. Амангелді Имановтың өліміне Міржақып Дулатовты кінәлайды. Кейбір тарихшыларымыз сондай деректерді таратты. Міржақып Дулатов Амангелді Имановтты өлтірді деп кінәлайды. Кезінде кеңестік кезде бұл Амангелді Имановтты қалай деді? Бұл большевиктер таптық тұрғыдан айтылды, түсінесіздер ме? Біз тек қана Амангелді Имановтты ғана, Торғай жерін ғана білетініміз сондықтан. Ал енді бүгінгі тәуелсіздік жылдарында Жетісу облысындағы жалпы Қазақстанды қамтыған ұлт-азаттық көтеріліс бұл ұлттық мүддеде болғандығын. Кезінде мысалы қазақ зиялыларының өзін сатқындар деп айыптады. Ал енді бүгінде сол қазақ зиялыларының еңбектерін өз көзімізбен көріп оқығаннан кейін мүлде басқаша екендігін уақыт дәлелдеп отыр. Менің бұл сізден сұрағандарым бұл енді ұлт-азаттық көтерілістің көсемі Амангелдіге біреулердің күйе жағу деп түсінуге болады шығар бұнда. Жоқ, о кезде Амангелдіге емес ол. Міржақып Дулатовқа күйе жағып отыр, қазақ зиялысына. Түсінесіз бе? Сөйтіп, қазақ зиялыларын халыққа қарсы қойып отыр. Бір-біріне. Кеңестік идеологияның негізі сол. Қазақ зиялыларын бір-біріне қарсы қойып отыр, халыққа қарсы қойып отыр. Мысалы, кеңестік кезде, сол кездің өзінде патша үкіметі қазақ зиялыларын мүлде басқаша түсіндірді. Олар халыққа қарсы, керісінше сен сатқындар деп отыр, халықты сатып кетіп отыр деп отыр. Бұнда Амангелді Имановтың басына емес, Міржақып Дулатовқа қара жағып отыр. Бұл жерде дұрыс қой, бірақ енді бір дерек бар, Амангелді түрмеде жатқан кезде менің өліміме Міржақып кінәлі деп жазып кеткенде деген деректер осы бір қаншалықты шындыққа жанасады? Шындыққа келмейді ол, жанаспайды ол, негізсіз. Дулатовқа қара жағып атқан дұрыс, ол окопқа берген жауаптарында да айтады, бұл Амангелдінің өліміне мен қатысым жоқ дейді. Яғни айтқанда ол кезде Торғайда болған жоқ Міржақып Дулатов. Қызыл әскер бөлімінде Торғайға жақындап келген кезде абайсызда алашордаушылардың қолынан арандатушылық бір жолмен қаза табу мүмкін дейді. Солай жауап береді. Бұл жерде енді көріңіз, бұл жерде жаңағы Міржақыпты жамандай отырып, біз Амангелдінің образына күйе жағып, Амангелдінің өзін жағымсыз. Ол да бір. Кейіпкер ретінде. Керісінше, кешіріңіздер, мына жерде бұны ашып алатын нәрсе мынандай. Бұл біздің өзі сол кезде қазақ зиялылары ұлттық тұрғыдан, нағыз ұлттық тұрғыдан тәуелсіз еліміздің іргетасын қалаймыз деген алаш ұстанымдағы азаматтар, ол ендігі жерде біз бөліп алып, егемен өзімізді өзіміз басқара алатындай мінекей ұлттық мемлекетіміздің негізін қалаймыз деді. Екінші зиялыларымыз, олар кеңес үкіметін жақтады, кеңес үкіметін қолдап, енді ол большевиктерді жақтады. Оның ішінде сол Амангелді бар. Және Әліби Жангелдин бар, мінекей қарасаңыздар. Тәуелсіздікке қол жеткізіп отырғаннан кейінгі тың тұстар табылып жатқан тың тұстардың ішіндегі қалтарыста қалып жатқан жағдайлар жоқ па? Қосылғыштың орны өзгергенмен қосынды өзгермейді дейді. Отаршылдық саясат сонау 18 ғасырдан бастауын алғанмен, оның тамыры бәрібір кейін кеңес үкімет орнағанда да қуанғандай болды халық, ұлтымыз, қазақ халқы. Ой, жақсы болды, теңдік заман келетін болды. Мына өзіміздің қолымыз, өзіміздің аузымызға жететін болды деді. Бірақ бәрібір сол. Бұрынғы отаршылдық саясат кеңес үкіметінде де өзінің ары қаратай жолын жалғастырды. Қазақтар ақпан төңкерісін қалай түсіністікпен қарсы алса, қазан төңкерісін сондай түсіністікпен қарсы алды дейді. Міне олар қазақтарға сонда қазан төңкеріс керек деген сөз. Кеңес кезінде Смағұл Садуақасов айтады, біз отар болып келдік, отар болып қалдық. Патшаны тақтан алғанмен, жаңа кеңес үкіметі келді, Құдай жарылқайды деп ойлады. Ешқандай жарылқаған жоқ, отар болып келдік, отар болып қалдық деп осы бір кішкентай тобықтай, 90 ауыл сөздің тобықтай түйіні тұр. Сонда жалпы қарап отырсаңыз, кеңес өкіметінен жалпы мына Ресейден бөлініп кетпей, бізге бақытты күннің болмайтындығы, бұл ұлт-азаттық көтеріліс атының өзі айтып тұр, ұлтты азат ету, ұлтты отаршылдықтан азат ету. Әрбір көтерілістің өзінің үлкен себептерімен, бірақ оның ар жағында үлкен астар жатыр, үлкен философиялық тарихи талғамы жатыр. Бұны енді тобықтай түйіні әрбір ұлт зиялылары жаңа алдындағы әріптестерім дұрыс айтып отыр. Бұның ар жағында бір ұлтты ұлтқа қарсы қою, кеңес үкіметінің болсын, патшалық Ресейдің болсын, қай-қайсының болмасын, қазақты қазаққа қарсы қойып, сөйтіп жаңағы аш салақанда жұмса жұдырығында ұстады. Сондықтан әріптестерім өте орынды айтады, біз тарихты не үшін оқимыз? Өткеннің қателігін қайталамас үшін, содан үлкен тағылым алу үшін, болашақ ұрпақ шынымен осы кез келген ұлт-азаттық көтерілістің біз
анау мынау халық емес екенімізді дәлелдеп отырмыз. Қандай жағдай болсын ұлттық намыс бар, өзіндік рух бар, өзіндік мықты тіліміз бен дініміз бар. Алаш осыны жақсы жаза білді, жақсы ажырата білді. Алаш өз заманында ең құрғанда мына 50-ші жылдарға шейін өмір сүргенінде мүмкін бұлай болмас еді. Репрессия құрбандары болып кетті. Олардың көзін жоймаса, тіпті кеңес үкіметі ол Қазақстанда ұстай алмайтындығын анық көрді. Сондықтан Алаштың көзін жойды да, тіпті ұстап отыр. Аш салақанда жұмса жолында одан сайын тамырын тереңге батырды. Мына ұлт азаттық көтеріліс кезіндегі Жетісудан бастап алды, Торғайда жалғасты деп таразылап қарасақ, Торғай жағы басымырақ болып тұрғаны. Осы бүгінгі тақырыпты қозғап сіздерді шақыруымызға ұйытқы осы себеп болды ғой. Табанды болып ұзаққа созылды деп айтатын себебі, ол бір жолата басып жанышталып тасталған жоқ Жетісу жеріндегі сияқты. Күштенгемесе де Амангелдінің біз партизандық әдіске көшкенін білеміз. Тиіп қашып андамында ол көтерілістің аяқ ақыр барды да ақпан төңкерісіне қаратай жалғасып кетті. Мінекей. Ол бір. Одан кейін мынау қарасаңыздар, жалпы ақиқаты жоқ елдің береке бірлігі болмайды. Біз ақиқатты көп жасырамыз. Ақиқатты осы уақытқа дейін жасырып келдік, енді ашып білуіміз керек. Біз басымыздан не өтпеді қазақтың басынан. Бірақ біз соны ештеңке болмағандай жалтақтып құлдық санадан әлі арыла алмай жатырмыз, қарап тұрсаңыздар. Жалтақтап бірдеңкеге. Енді біз тарихымызды білуіміз керек.